Электронды оқулық қазіргі заманға сай оқытудың таптырмас құралы. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Қалай ойлайсыздар? Бүгін тағы бір жаңа идея қабылдауға дайынсыздар ма? Ендеше мен Ақсай қаласының номер 2 жалпы орта білім беретін мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Жантілеуова Айлазат Амангелдіқызы сіздерменен бастауыш сыныпта электронды оқытудың тиімділігі мен маңызы туралы сөз қозғамақпын. Менің ойымша, идея деген адаммен бірге дамып отырады. Және идеяны алыстан іздеудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Идеяның өзі қажеттіліктен туындай ма деген ойда келеді. Ұлы ойшылдарымыздың ойы бойынша идея кездейсоқ қалыптаспайды екен, және кез келген уақытта қалыптаса бермейді. Кез келген ұлттың немесе мемлекеттің ұлттық идеясын алып қарайтын болсақ, оның бастауы бар тарихи кезеңдері басынан өткізген, жинақтаған тәжірибелер болады. Ендеше мен де өз іс тәжірибемнен алуға тура келеді. Демек, идея іздемеймін деген сөз. Бізге белгілі пандемия уақыты естеріңізде шығар. Міне осы бір кез барлық адамзат баласын тығырыққа тіреді десек те болады. Әсіресе ұстаздар қауымына түскен жүк ауырлау болды. Осы кезеңде оқушылармен жұмыс жасау қиындау болды. Бірақ ұстаздарға көмекке бірнеше платформалар берілді. Соның ішінде Bloomland платформасы. Бірақ сол платформада тапсырмаларды көп оқушылар орындай бермейтін. Оның себебі де әртүрлі. Кей жағдайда ата-аналар өздері орындап салатын да жағдайлар кездесті. Міне осы тұста қараңғы ұзын дәліздің түп жағынан көрінген жарық шамдай болып топ-IQ бағдарламасы келді. Яғни электронды оқулықтар. Электронды оқулықтағы тапсырмаларды сабақ мақсатына сай тапсырмаларын алып, оқушылардың бір кезде оқушылардың чатта «Апай, мынау қандай тапсырма? Апай, мынау қалай жасалады?» деген сөздерін оқыды. Бірінен кейін бірі балалардың жасаған тапсырмалары көшірмелері түсіп жатты. Және оқушылар бір-бірімен тапсырмалардың қызықтығы туралы бөлісіп жатты, тапсырмасын салды. Міне осылай менің сол кездегі оқу іс-әрекетім жандана бастады. Кейіннен басқа пәндерден де оқушылар тапсырмаларды сол мезетте орындауға болатынын, тыңдауың арқылы тапсырмаларды тыңдауға болатынын, және сәйкестендіру тапсырмалар арқылы ақиқат немесе жалған, дұрыс немесе бұрыс, иә жоқ тапсырмаларын орындауға болатынын білді. 1-2 күннен кейін балалар өздеріне тағы бір жаңалық ашты. Ол жаңалық балалардың орындаған тапсырмаларын сол кезде, сол мезетте қатемен жұмыс жасауға болатындығын түсінді. Яғни тексеріп, өз жұмыстарының дұрыс бұрыстықтарына көз жеткізе алатындықтарын түсінді. Сіз қалай ойлайсыз? Электронды оқулық қажет па бізге? Ал менің ойымша, қазіргі таңда электронды оқулықтан қорқу дұрыс емес деп ойлаймын. Қазіргі ақпараттық технологиялардың дамуы кезеңінде электронды оқулықтардың ерекшелігі, үлгіге сәйкестілігі мен жоғары мобильділігі оқуға үйренуге икемділігінде болып табылады. Яғни электронды оқулықтың тиімділігі
көп тередім. Арқаларындағы сөмке, ауыр кітаптар оқушыға біраз ыңғайсыздық туындатады. Ал электронды оқулық арқылы оқушы мектепке сөмкесіз келуіне болады. Тек қана жазу дәптерлерін салып алып келсе болғаны. Әрі оқушыға электронды оқулықта оқу қызығырақ болады. Экономикалық тұрғыдан алатын болсақ, тіпті тиімді. Ал экологиялық тұрғыдан біз табиғатты қорғауға зор үлес қосатынымыз анық. Мәтіндік материалдарға гиперсілтемелер арқылы мультимедиалық басқарылатын анимациялар пайдалану арқылы жасалған. Бұның бәрі оқушының қызығушылығын арттырары сөзсіз, және белгілі бір сабақ мақсатына жетудегі таптырмас құрал ретінде пайдалануға болады. Бір жағынан қарастыратын болсақ, мұғалім үшін де өте тиімді. Мұғалім түрлі тапсырмаларды қолмен дайындады. Ал электронды оқулықта бәрі дайын әрі қызықты қарастырылған оқулық, яғни электронды оқулық шығармашылық ұстаз уақыт талабы, нәтижесі уақыт жеңісі демекші. Қазіргі таңда ұстазға да және оны оқитын оқушыға да тиімді әрі қызығырақ демекпін. Әрине, бұл менің